Мойынның ортаңғы топ бұлшық еттері. Мойынның ортаңғы топ бұлшық еттері негізінен тіл асты сүйегінен жоғары бұлшық еттер, тіл асты сүйегінен төмен орналасқан бұлшық еттер деп екі топқа бөлінеді. Тіл асты сүйегінен жоғары орналасқан бұлшық еттерге негізінен 4 бұлшық ет жатады. Бірінші бұлшық ет қос қарыншалы бұлшық ет мускулюс дигастрикус деп аталады. Оның негізінен екі қарыншасы болады және қарыншалар бір-бірімен сіңірше арқылы байланысатын болып табылады. Алдыңғы қарыншасы вентер антериор. Ол төменгі жақ сүйегінің екі қарыншалы бұлшық еттік шұңқырша фосса дигастрикадан бастау алатын болып саналады және төмен артқа қарай бағытталады. Дәл осы жерде ол бұлшық еттік сіңіршеге ұласады. Ол сіңірше мойынның алдыңғы кеңірдектік шандыры талшықтары арқылы мына тіл асты сүйегінің денесіне бекитін болып табылады. Келесі артқы қарыншасы. Артқы қарыншасы вентер постериор. Бұл артқы қарыншасы дәл осы алдыңғы қарыншаның сіңіршесінен басталып, өрлеме бағытта жоғарғы және артқа қарай өтіп, самай сүйектің емізік тәрізді өсіндісіне және оның емізік тәрізді тілігіне барып бекиді. Екі қарыншалы бұлшық еттің қарыншасы мен төменгі жақ сүйегінің аралығында жақ асты сілекей безінің ойысы фосса глиандуля субмандибулярис орналасатын болып саналады. Бұл бұлшық еттің негізгі қызметі мына төменгі жақты бекемдеп ұстап тұрған жағдайда тіл асты сүйегін көтеру қызметін атқарады. Керісінше тіл асты сүйегін бекемдеп ұстап тұрған жағдайда төменгі жақ сүйекті тарту қызметін атқарады. Келесі бұлшық ет мускулюс стилиахиаидус деп аталады. Біз тіл асты бұлшық еті жалпақтау және де жіңішкелеу келген бұлшық ет болып табылады. Және бұл бұлшық еттің қарыншасы самай сүйегінің біз тәрізді өсіндісі процессус стилиаидус ос темпоралистен бастау алатын болып саналады және төмен алға қарай бағытталып, мына мускулюс дигастрикустың сіңіршесін 2 есе орап өтіп, тіл асты сүйегінің денесіне және үлкен мүйізіне барып бекетін болып саналады. Негізгі қызметі жиырылған кезде тіл асты сүйегін артқа және де жоғары қарай тарту қызметін атқарады. Келесі жақ тіл асты бұлшық еті мускулюс милиахиаидус, немесе мына суреттен өте айқын байқалады. Сыртқы пішіні жағынан жалпақтау үшбұрыш пішіндес болып келген бұлшық ет болып табылады. Ол төменгі жақтың жақ тіл астылық сызықшасынан бастау алатын болып саналады. Және де жоғарыдан төмен, мінекей былай, және де алдан артқа қарай бағытталып, екі жақтық бұлшық ет талшықтары өзара бірігеді, жақ тіл асты бұлшық етінің сіңірлі тігісін рафе мускули милиахиаидусты құрайды. Сонымен қатар бұл бұлшық еттің артқы талшықтары тіл асты сүйегіне бекитін болып саналады және ауыз қуысының диафрагмасын, диафрагма ористі құрайтын болып табылады. Кейін ауыз қуысын өткенде қарастырасыздар, сондықтан диафрагма орис деген қай бұлшық ет дегенде сіз олса мускулюс милиахиаидус төменгі жақ тіл асты бұлшық етін көрсетуіңіз керек. Келесі бұлшық ет ол иек тіл асты бұлшық еті мускулюс гениахиаидус. Төменгі жақтың иектік қылқаны спина менталистен бастау алатын болып саналады және де артқа төмен қарай бағытталып, тіл асты сүйегінің денесіне барып бекетін болып саналады. Мына суреттен көріп отырғандарыңыздай, ол мускулюс милиахиаидус, яғни ауыз көкетінің үстінде жатады. Бұл бұлшық еттің қызметі де қос қарыншалы бұлшық еттің қызметіне ұқсас, яғни бірдей төменгі жақ сүйегін бекем ұстап тұрған жағдайда тіл асты сүйегін көтереді, ал тіл асты сүйегін бекем ұстап тұрған жағдайда төменгі жақты төмен түсіретін болып табылады.